Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге журналистерге арналған 5 лайк фактпен бөлісемін. Егер де видео ұнайтын болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Олай болса, бастаймыз. Ең алдымен достар, бізде бірінші ақпарат, ол пост жазуға, мәтін жазуға байланысты. Егер де сіздер мәтін жазған кезде, сіздер сөздердің барлығын тексерген кезде, сізде кейбір сөздерді оқыған кезде қиыншылықтар туындап жатса, онда ол мәтінді ауыстырғаныңыз жөн, өйткені ол сізге қиындық тудырса, басқа адамдарға да, мәтінді оқып жатқан адамдарға да қиыншылық тудыруы мүмкін. Сол үшін де оны қарапайым сөзбен ауыстыруға болады. Ең бастысы, сіз мәтініңіздің ішінде тавтология қолданбаңыз, яғни бір сөзді бірнеше рет қайталаудың қажеті жоқ, ол кез келген оқырманды жалықтырып жібереді деген ойда. Мысалы айтатын болсақ, егер де сіз Pfizer вакцинасына байланысты сюжет дайындап жатсаңыз, сол туралы ақпарат берсеңіз, онда Pfizer вакцинасы Қазақстанға алып келінді. Pfizer вакцинасы мынанша жастан бастап салынады. Pfizer вакцинасы тағы да басқа деген секілді. Солай тек қана вакцинаның атауын ғана айта беретін болсаңыз, онда кез келген оқырман сіздің ақпаратыңыздан жалығып кетеді. Сол үшін де сіз тавтология жасамаңыз, тек қана оны бір-ақ рет атап, ал қалған уақытта синонимдармен орнын ауыстырып немесе басқа ақпараттарды қосуға болады. Ең басты өзіңіздің шеберлігіңізге байланысты. Егер де сіз күнделікті бір сөзді қолдана берсеңіз, ол сөздерден менің ойымша өзіңізде жалығып кетесіз. Сол үшін де көбірек кітап оқыңыз және де көбірек синоним сөздерді қолдануға тырысыңыз. Қазіргі таңда емле ережесі және де әртүрлі сөздіктер бар. Сол сөздіктерден қарап, егер де сіз бір сөздің дұрыс емес екендігін сезіп тұрсаңыз, онда сіз соны сөздіктен қарап арнайы ережелерден тексеріп алуыңызға болады. Немесе Егемен Қазақстан газетінің сайты бар, сол газеттің сайтына сол сөзді жазу арқылы да ол сөздің дұрыс немесе дұрыс емес екендігін тексеруіңізге болады. Егер де сіз журналист болғандықтан сауатты жазғыңыз келсе, сауатты білімді болғыңыз келсе, онда сондай ережелерді сіз үнемі бақылап отыруыңыз керек және де сол ережелерге бағынып, сол текстіңізді жазуыңыз қажет деп ойлаймын. Келесі кезекте достар, сіз журналист болсаңыз, ешқашан үйренуден жалықпаңыз. Өйткені мысалға сіз бір оқиғаға бардыңыз, басқа телеарна журналистері де сол оқиғаға барып, бір тақырыпта сюжет дайындадыңыз. Бірақтан да сіз айтпаған дүниені басқа журналистер айтуы мүмкін. Мысалға сіз оқиға орнынан зардап шеккен адамнан сұхбат алған жоқсыз, ал өзге журналистер сол адамнан сұхбат алған. Және де сондай сәтте сіз өзіңіздің бәсекелестеріңізді бақылап отырыңыз. Олар ақпаратты қалай береді, қалай ерекше береді, ал сіз қалай бересіз. Өзіңізді салыстыру арқылы, егер сіздің кемшіліктеріңіз болса, соны дұрыстауға болады. Немесе өзіңізді мақтауға да болады. Мысалға, басқа журналистер сол оқиға орнынан стендап жазған жоқ, ал сіз стендап жазған болсаңыз, өзіңізді сол үшін мақтауыңызға да болады. Ең бастысы, сол журналистердің өзіңіздің әріптестеріңізді бақылап отырыңыз. Олардың жаңалық берудегі ерекшелігі қандай? Егер жақсы заттар айтып жатса, солардан сізде үлгі алуға тырысыңыз. Ең бастысы, үйренуден жалықпаңыз. Достар, егер де сіздер телевидениеда жұмыс істейтін болсаңыз, бағдарлама жүргізушісі болсаңыз, онда бір команда ретінде сіз жұмыс істеуіңіз керек, сіз бір команданың бөлшегі болуыңыз керек. Ол жерде өзіңіздің бағалау деңгейіңізді, өзіңіздің самооценкаңызды барлығын жинастырып қойып, бір команданың мүшесі ретінде қызмет атқаруыңыз керек. Мысалға, сіз бағдарлама жүргізіп жатып, сіздің қасыңыздағы жүргізуші сөзін ұмытып қалуы мүмкін, немесе оның жағдайы ауырлап кетуі мүмкін. Сондай төтенше жағдайлар көп болуы мүмкін. Сондай жағдайда сіз өзіңіздің көмегіңізді беруіңіз керек. Немесе режиссер дұрыс емес басқа бір видео қойып жіберетін болса, тағы да басқа өте көптеген ситуациялар бар. Егер де сондай жағдайлар болса, ол менің кінәм емес, ол режиссердің кінәсі деп сіз қарап қала алмайсыз. Сіз сол кісінің кінәсін жауып тастауыңыз керек. Былайша айтқан кезде ол кісінің кінәсін кешіруіңіз керек, және де сол команданың мүшесі ретінде сіз ол кісіге көмектесуге міндеттісіз. Егер де достар, сіздер телевидениеда жұмыс істейтін болсаңыз, атақты журналист, диктор болсаңыз, онда сіздің жолың болды деп ойлай беріңіз. Өйткені Қазақстанда, шетелде, мысалы, қаншама журналистер бар, бірақтан да олар қаншама еңбек етіп жатса да, әлі күнге танылмай жүрген журналистер өте көп. Өйткені олар да сіз секілді жұмыс істеп жатыр,
жатыр, олар да сіз секілді сюжет дайындап жатыр, бірақтан да олардың жолы болған жоқ. Яғни сіздің жолыңыз болды, сіз телевидениеда жұмыс істеп жатсыз. Сіздің жолыңыз болды, сіз диктор болып жатсыз. Сол үшін де ең алдымен осы сәттілік туралы да ұмытпаңыз. Мысалға, сіз аудандық телеарнада жұмыс істесеңіз де, облыстық телеарнада жұмыс істесеңіз де, мысалға ең бастысы сіздің қаншалықты дәрежеде білімділігіңіз маңызды. Және де ішкі интуицияға сену керек. Егер де сіздің ішкі сезімдеріңіз ол ешқашанда алдамайды. Егер сол нәрселер сізге сіз сен мына тақырыпта сюжет дайындауың керек, сен мына нәрсені жақсы білесің деген секілді солай айтып тұратын болса, онда сіз сол нәрсені жасауыңыз керек. Мүмкін сіз сол интуицияның арқасында керемет диктор болып кететін шығарсыз, немесе танымал журналист болып кететін шығарсыз. Ең бастысы осы ішкі сезімдерге байланысты. Мысалға, сіз ойламаңыз, диктор бола тұра басқа журналистер менен азырақ еңбек еткен, олардың еңбек өтілі жетпейді деп. Олай емес, жалпы көптеген журналистер бар. Осы журналистика саласында 30-40 жылдан бері еңбек етіп келе жатқан, қаншама сюжеттерді дайындап келе жатқан. Бірақ ол кісілердің жолы болған жоқ, ол кісілер таныл алған жоқ. Ал сізге сондай мүмкіндік берілді, яғни сіз міне танылып жүрсіз. Ең бастысы барды бағалау керек. Негізі және де еңбек ету керек. Ең басты еңбектің арқасында, білімділіктің арқасында сіз нақты жетістікке. Достар, егер де сіздерге видео ұнайтын болса, төменге комментарий қалдырып, өздеріңіздің ойларыңызды білдірсеңіздер болады. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.